Ана бір кісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды күнде көреді екен түсінде. Күнде көреді екен да түсінде. Сонда бір кісі оны естіп, маған үйретші пайғамбарымызды қалай күнде көруге болады. Үйретші дегенде жақсы үйге кел дейді екен. Үйіне келтіреді. Сосын таңертең кешке дейін тамақ береді, сусын бермей қояды. Кешке жатады, таңертең тұрады, көрдің ба дейді, жоқ, көрген жоқпын дейді. Жақсы, бүгін тағы қонасың онда дейді. Тағы тамақ береді, сусын бермей қояды. Әбден шөлдеп бітеді. Екінші күні қонып таңертең сұрайды, көрдің ба дейді, көрген жоқпын дейді. Үшінші күні әбден бітеді, тағы да тамақ береді, сусын бермей қояды. Әбден бітеді, бұл қиналып. Енді пайғамбарымызды көру үшін шыдайды да. Үшінші күні қонып шыққаннан кейін таңертең сұрайды, көрдің ба пайғамбарымыз? Жоқ, суды көріп жатырмын дейді да. Әбден суға жаңа шөлдеп қиналған теңізде жүр екенмін дейді, рахаттанып, шомылып жүрмін, тойғанша ішіп жатырмын дейді да. Ана кісі айтады, міне осылай көресің дейді. Қалай көретінін үйретіп қояды. Осылай көресің дейді пайғамбарымызды. Яғни сен суды қатты сағынып, қатты аңсадың ба суды? Суды көріп жатсың ғой. Сол секілді пайғамбарымызды сен қатты аңсаған болсан, қатты көргің келген болса, Алла Тағала көрсетіп қояды деп жатыр да. Міне осылай көресің дейді.